құбыжық. Тыңшы Смит, бұл өте қауіпті. Бұл жерден кетуіміз керек. Қашайық дегін келеме, Джонс мырза? Ол мені отбасымнан, достарымнан айырды. Ол тіпті сүйікті етім Снифилстан да. Ешқайда кетпейм, осында қалам. Ешкімнен қорықпайым. Көзінен тура қарап, жақсылап тұрып. Түсірілді. Кешір, Милен. Милен, осымен 10-шы дубль. Бірінші көріністі әлі түсіре алмай жатырмыз. Негізі 14-ші. Бірақ кім санап жатыр дейсің? Кешіріңіздер, келесі дубльде дұрыстап ойнайым. Уәде берем. Кім шай ішеді? Милен, сен арнайы күштер тыңшысын сомдап жатырсың. Ештеңеден қорықпауың керек. Білем, бірақ әлгі бетперде өте қорқынышты. Шын құбыжық деп ойлап қалдым. Бұл мен ғой, Милен. Қорқатын ештеңе жоқ. Негізі бетперде кимесең де қорқыныштысың. Хлоя сондай тәкаппар. Айван, бетпердеңді ки. Сен құбыжықты сомдайсың. Ал сен, Милен, соңына дейін ойнап шық. Сүйікті әнімді орындайын, сонда жаным тынышталады. Сырғасқыр, сырғасқыр, қорқынышты сырғасқыр. Оскар жүлдесі өз көлеңкесінен қорқатын су жүректі сомдаған Миленге берілді. Хлоя, қойсаңшы. Не болды? Өтірік пе? Милен! Ешқайсың артынан бармайсыңдар ма? Милен, тоқта! Әлгі ақмақтың сөзін көңіліңе алма. Өзің ойнап көрмеген соң сыртынан сынау оңай. Сен жақсы актрисасың. Жүр, келесі дубльді қатты ақырмайым. Мә, бұл менің сүйікті тобымның таңбасы. Ұста. Керемет. Қуған қаныңа рахмет. Айван, бірақ ол дұрыс айтады, мен бұл рөлде ойнай алмайым. Кешір. Фильм түсірілімі керемет, неше түрлі эмоциялар. Бірі жалған, бірі шынайы эмоциялар. Ошағой, кішкентай Акума, тәжірибесі аз жас актрисаны зұлымға айналдан. Керемет, Хлоя, жарайсың. Енді Миленсіз қалай түсіреміз? Қайтесің оны, мүлдем ойнай алмайды. Олай деме, Милен сенің кесірінен әжетханада жылап отыр. Енді қайтейін. Болды, достар, қойыңдар. Дұрыс айтасың. Хлоя жаман қыз, бірақ онымен сөз таластырғаннан пайда жоқ. Продюсер ретінде түсірілімді аяқтауға бар күшімді салам. Фильмді кино байқауына ертең кешке дейін тапсыру керек. 26 сағат, 15 минут, 14, яғни 13 секунд уақытымыз бар. Рахмет, Макс. Фильмді монтаждап, дыбысын көркемдеп, музыкасын қою. Миленнің рөлін кім сомдайды? Мен әрине. Сен сценарийді оққан жоқсың. Оқып шықтым. Бірінші көріністі оқыдым. Тыңшы Смит пен Джонс мырзаның сүйісімен аяқталатынын да білем. Оны сен жаздың ба? Тоқтай тұр. Мен бұлай жазған жоқпын. Оны мен жаздым. Қызық болсын деп аздап түзеп жібердім. Болды. Не? Маған ескертпесен сценарийді өзгерттің бе? Бұл дұрыс емес.